Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, араға апта салып өздеріңізбен тағы да бір мәрте жүздесіп отырмыз. Қадірменді телекөрермен, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы қасиетті Құрбан айтқа арналады, яғни Құрбан айт мейрамының тарихына байланысты бүгін бағдарламамызда сұхбат жүргізетін боламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Иманғали орталық мешітінің наиб имамы Арман Исаев мырза. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы, Аллаға шүкір, өте жақсы. Бәрекелді. Енді мына қасиетті Құрбан айт мейрамында келіп қалды. Барша енді мұсылман баласы асыға күтетін қасиетті мейрамдардың бірі ғой. Жалпы енді алдымен осы Құрбан айт деген мейрамның тарихын бір әріден бастасаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, ва салату ва салам аля расулина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи аджмаин. Осындай құрбан айтты берген, ораз айтты берген, осындай ұлы мерекені Аллаға өзіне жақындайтын қасиетті күндер берген ұлы Раббымыз Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Азиз пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи саламға Алланың игілігі мен жақсылығы болсын. Алла бұйырса, міне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы құрбан айттың қай күні басталатындығын ресми бекітті. Алдымыздағы 20 шілде, 21 шілде және 22 шілде күндері қасиетті Құрбан айт күн болып белгіленді. Енді Құрбан айт бұл Алланың ұлық өткен мерекелерінің бірі. Екі мерекесі болса, соның бірі осы Құрбан айт. Алла бұйырса, енді осы Құрбан айтта момын мұсылман адамдар Аллаға жақындау үшін, Аллаға мінәжат ету үшін құрбандықтарын шалып, садақаларын беріп, отбасын қуантатын түрлі шараларменен осы Құрбан айтты өзінің деңгейінде жақсы өтіп шығуымызға Алла нәсіп болсын иншалла. Енді Құрбан айттың тарихына келетін болсақ, Құрбан айттың тарихы өте тереңде жатыр, мән мағынасы өте терең. Бұның Ибрахим алейхиссаламға барып тіреледі. Бұның құрбандықтың мағынасы Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламға сондай бір ауыр сынақты басынан өткізді Ибрахим алейхиссалам. Себебі 70 жасқа дейін Ибрахим алейхиссаламдан ешқандай ұрпақ сүйген жоқ. Міне сол кезде Алла Тағаладан үнемі ол салихалы ұрпақ сұрап дұға тілеп жүретін болды. Күндердің күнінде Алла Тағала соған сондай бір көзінің қуанышы болатын, сондай бір әкеге мейірімді, Алланың сүйікті құлы болатын, ата-анаға мейірімді Исмаил атты сондай бір салихалы ұрпақты нәсіп етті. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, енді әр баланың орны бөлек, қанша бала болса да, бірақ енді жалғыз баланы жасы сондай бір егде жасқа жеткенде көрген баланың орны өте ерекше болады. Ибрахим алейхиссаламның сондай бір аңсап жеткен, сағынып жеткен баласына осындай Құрбан айттың тарихы осылай басталады. Алла Тағала түсіне аян береді. Осы балаңды менің жолыма құрбан ет деп. Сонда Ибрахим алейхиссалам бұл бір сондай бір аян келді деп қорасындағы бір малын алып құрбандыққа шалады. Ертесіне Алла Тағаладан тағы да бұйрық келеді, балаңды менің жолыма құрбан ет деп. Енді Ибрахим алейхиссалам түнде таңертең тағы да оянып, қорасындағы бүкіл малын барын Құдай жолына құрбан етеді. Сонда Алладан бұйрық келеді, қойыңды емес, балаңды құрбандыққа шал деп. Енді Алланың бұйрығы анық болды енді. Енді күмәнсіз, енді Алланың бұйрығын орындауға шешім қабылдап баласына айтқан уақытта, жаңа айтқандай баласы да өте салихалы. Нағыз қазір уақытта енді әртүрлі балдар бар ғой. Әкеге бір бала мынау аз ғана бір тапсырма берсе, дүкенге барып кел деген сияқты тапсырма айтса, сол тапсырманың өзіне жүрдім бардым қарайтын балдар көп қой қазір қоғамда. Міне Исмаил әкесінің қандай салихалы бала болу керектігін үлгісін көрсетеді. Әке, сіз Алланың бұйрығын орындаңыз. Мен сабырлы болатын құлдардан болайын мен дейді. Сонда әкесі қатты қуанып, баласының сондай қарсылық көрсетпейді. Сонда мынау Алланың қалауыменен сол Мина жазықтығы дейді. Сол енді Меккеде болып жатқан оқиға ғой, бұл қасиетті оқиғаның бәрі. Сол құрбан шалатын орын Мина жазықтығы, сол тауының басына шығып құрбан шалады екен.
сол мина жазықтығына кетіп бара жатқанда шайтан келіп азғырған екен. Сенің әкең жаңа құрбан шалады, сені құрбан шалмақшы, қашып кетпейсің бе әкеңнен деген сияқты. Сонда жерден шайтанға тасалтқан екен. Міне осы рәсім қазір уақытта қажылар шайтанға барғанда тасатады. Міне осы рәсімді сонда еске алады. Сондай адам өзінің өмірінен шайтанның азғыруына ермеу керек. Бір Алланың жолына сондай бір мықты бекем тұру керек. Міне соны еске салады. Сонда Исмаил сондай өзін көрсетіп, Алланың жолда мықты екендігін көрсетіп, шайтанның азғыруынан аулақ болу керек екендігін көрсетіп, шайтанға тасатады. Сол орынға келген уақытта әкесіне айтады: әке, мен сізге 3 түрлі өтінішім бар дейді. Бірінші өтінішім, менің көзімді байлап қойыңыз дейді. Себебі сіз әкесіз, өз балаңызға жанашырлықпен мені бауыздамай қойыңыз мүмкін. Менің көз жанарым сізге түспеу керек. Көзімді байлап қойыңыз дейді. Бірінші өтінішім дейді. Екінші өтінішім, менің үстіме киіп тұрған мына көйлегімді шешіп қойыңыз сұраймын дейді. Себебі үйде қалған анам менің көйлегімнің қан екенін көрсе, көңілі бұзылып, аналық жүрегіне тиюі мүмкін. Көйлегімді бөлек таза қойып қойыңыз дейді. Үшінші дейді, менің аяқ қолым байлап қойыңыз дейді. Сізге мүмкін ышқынып, сізге бір зиян тигізіп қоюы мүмкін дейді. Енді құрбандыққа шалайын дегенде, сонда әке, сізге тағы бір өтінішім бар. Менің аяқ қолымды байлағаннан гөрі шешіп қойғаныңызды дұрыс көріп тұрмын. Себебі сіз сондай ұлы Ибрахимдей ұлы пайғамбарсыз. Ертең сондай халықтың артында сөз қалмасын, Ибрахим өз баласын аяқ қолын байлап тұрып бауыздады деген сондай бір жаман сөз ермесін. Менің аяқ қолым бос жатсын, әке, шешіп тастаңыз деп шешкізіп тастайды. Сол уақытта бисмилла Аллаху акбар деп қанша пышақ салса да, әлгі пышақ өтпейді. Сонда Алланың бұйрығына қатты сондай орындағысы келгенмен, Алланың қалауыменен әлгі пышақ Исмаил алейхиссаламның кеспей бауыздай алмайды. Сол кезде әлгі пышақты, мына пышақ неге кеспейді, өтпес екен ғой мына пышақ деп, тас қорған уақытта тасты қақ бөліп жібереді ғой жаңағы пышақ. Сонда бұл бұйрық Алладан түскенмен бұл сынақ ретінде түскен еді. Сонда тәкбір айтып, Жебрейіл періште жәннатта жайылған сондай бір көккөмбе қошқарды алып, сондай бір көздері сондай бір тананың көзіндей, баспақтың көзіндей сондай бір ірі көзді қошқарды алып, мүйізді қошқарды алып түсіп, міне сен сынақтан өттің, Құдай алдындағы сынақтан, енді құрбандыққа сен және саған ерген бүкіл мұсылмандар міне осы қой құрбандыққа, қошқар құрбандыққа шалатын болсын деп, жәннаттың жемісін жеп, жәннаттың шөбін жеп өскен малды Ибрахим алейхиссаламның алдына әкеп береді. Міне осыны құрбандыққа шалған дейді. Құрбан айт күнінде. Міне Ибрахим алейхиссалам қатты қуанып, Аллаға шүкіршілік айтып, Алланың алдындағы сондай ауыр сынақтан өткендігіне сондай көзіне жас алып, тәкбірлерін айтып, бисмилла Аллаху акбарды айтып, сол жерде жәннаттан түскен жаңа қошқарды құрбан етіп шалған екен. Міне бұл болған оқиға біздер үшін, момын мұсылмандар үшін өте үлкен бір ғибрат. Сіз енді Алла берсе мына құрбан айт келе жатыр. Бұл құрбан айтта дәулетті мұсылмандар бір малын құрбандыққа шалуға міндет, уажib шариғат үкім бойынша. Шамасы жететін мұсылманға. Біз енді барлық адам шалуға міндет деп айтпаймыз. Шамасы жететін адам. Шамасын қайдан білеміз? Мысалы, біреудің 40 қойы болса, 40 қойының біреуін шалуға міндетті. Біреудің 30 сиыры болса, сол 30 сиыры болса, сол сиыр бар адам құрбандық, бір қой құрбандық шалуға міндетті. Демек, ол 30 сиыры бар адам, ол дәулетті адамның қатарына жатады. 5 түйеден артық дүниесі бар адам. Немесе 85 грамм алтын дейді. 85 граммның алтының қазіргі теңгедегі құны 1 миллион 230 мың теңге. Сол мөлшердегі байлығы бар адам сол құрбандық шалуға міндетті. Яғни сонымен бірге ірі қара малды бірігіп те салу. Ірі қараны және түйе малдарын 7 отбасы бірігіп шалуға рұқсат. Қойды бір отбасы шалады, ал сиыр немесе түйені 7 отбасы бірігіп шалуға болады. Түсінікті. Жалпы енді осы қасиетті құрбан айт мерекесі келуімен қатар, қасиетті Зүлқиджа айы да кіріп келді. Жалпы осы Зүлқиджа айының бір ерекшелігі және бұл айдағы жаңа Арапа күні деп айтып жатамыз, соның бір маңыздылығына тоқталып кетсеңіз. Қасиетті Құранда 4 айды Ашхурул Хурум деп ерекше бағана берген. Ашхурул Хурум деген сөз қасиетті 4 ай деген. Сол 4 айдың бірі осы Зүлқиджа айы.
бұл мұсылман күнтізбесіндегі ең соңғы ай. Енді біздің декабрь деген сияқты Зулхижжа айы мұсылман күнтізбесіндегі, яғни хижри күнтізбедегі соңғы ай болып есептеледі. Осы Зулхижжа айынан кейін келесі жыл, яғни Мұхаррам жыл басы, қаңтар деген сияқты. Енді осы Зулхижжа айының 9 күні Арапа күні деп есептелінеді. Бұл Арапа күнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күн ораза ұстағанның сауабының өте мол екендігін ескерткен, 2 жылдық сауап беріледі деп. Расында енді мүмкіндігі бар адам, денсаулығы көтерген адам, енді 19 шілде ғой, биыл соған сәйкес келіп отыр. Сол бір ниеттеніп, сол бір күндік оразасын ұстап қойса, өте үлкен сауапты іс болып есептеледі. Және Зулхижжа айының тағы бір қасиеті, Зулхижжа айы осы айларда көбірек Алланы зікір етіп, көбірек шүкіршілік етіп, бұл қажылық рәсімдерін орындайтын ай ғой. Зулхижжа деген сөз қажылық айы деген сөз екен. Хиджа деген сөз, хаж деген сөзден шыққан, қажылық рәсім орындалатын ай деген сөз. Демек, мынау қазір елімізде мына пандемия болып жатыр, бүкіл әлемде пандемиялық жағдай болып жатыр. Соған байланысты қажыларымыз бара алмай жатыр Мәкке, Мәдинаға. Одан басқа бұл қазіргі уақыт қажылардың сол Зулхижжа Мекке жерінде, қасиетті жерде такбир айтып, сондай рәсімдерін орындап, қажылық ихрам киіп, шайтанға тас атып, құрбандықтарын шалып сол жерде де сондай ұлы рәсімдер орындалатын ай. Бірақ енді пандемиялық жағдайға байланысты осылай болып жатыр қазір уақытта. Бірақ енді біз қолымыздан келген мүмкіндіктің барлығын жасауымызға тиістіміз. Сондай-ақ енді биыл жаңа өзіңіз айтып өткен пандемия уақыты, құрбан айт уақытында да арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жаңа құрбан 2020 сайтын іске қосты. 2021 сайты. Осы арқылы да құрбандықтарын шала беруге болады онлайн режимде. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биыл енді онлайн және офлайн құрбандық шалуға мүмкіндік бар. Офлайн деген сөз, яғни әркім бұрынғыша дәстүрлі жолмен кәдімгі алып қойған малын, қойын, қошқарын Құдай жолына өзінің қазақ үйде тұрса, міне шарбағында Алла разылығы үшін деп, отбасының амандығы үшін деп, Құдайға разылығын тілеп, бисмиллаху такбир тәшриғын айтып, сол жерде үйінде құрбанын шалып, оны үшке бөліп, бір бөлігін өзің бай болса да, кедей болса да, құрбан айттың етінен ауыз тиюге болады. Соның бір бөлігін алып, бір бөлігін ағайын туысқанына беріп, бір бөлігін мұқтажға беріп, осылай құрбан айтты дәстүрлі офлайн орындауға мүмкіндігі бар, және онлайн жасауға да мүмкіндік бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ресми құрбан 2021 сайтын іске қосты. Бұл бойынша біздің Атыраудың да тұрғындары өтінішін бере алады. Онлайн құрбандық, қойға, сиырға, түйеге өз өтініштерін беріп, құрбандық шалуға мүмкіндіктері бар. Жалпы енді бұл онлайн құрбандық шалу деген бұл әлемдік тәжірибеде бар ғой? Жалпы онлайн құрбандық шалу деген ол әлемдік тәжірибеде бар. Мысалға Түркияда, Малайзияда, Арабия елдерінде, Дубай сияқты, мысалы Араб Эмираттарында бар. Мәселен, көптеген елдер үлкен-үлкен мәселен көп қабатты үйлерде тұрады. Олар әкеліп ол жерге шалу мүмкін емес. Сол себептен кейбіреулер жұмыспасыз болады, іс-сапарда болады. Міне сол кезде шариғатымызда уәкіл ретінде тағайындау. Мысалы, мен бір іс-сапармен кетіп бара жатамын, сізге өтініш айта аламын. Бауырым, мен іс-сапарға кетіп бара жатырмын, мынау құрбан айтының қаражаты мен сізге аманат ретінде қалдырамын. Сіз осыны мен іс-сапарда жүргенде, яғни құрбан айт күндерінде мен ауылда болмаймын. Сол кезде менің атымнан осы құрбандықты алып шалыңыз деп аманат ретінде қалдырып шала береді. Мынау кетіп бара жатқан іс-сапардағы адамның мойнынан түседі шариғатымыз бойынша. Бұл да дәл сол сияқты жаңа онлайн құрбандықты жаңа тапсырыс бересіз, жаңа 2021 құрбан 2021 сайтына. Сол жерден сізге кері байланыс жасайды операторлар. Сіздің құрбандығын шалған жөнінде барлық есеп беріледі, және ол мұқтаж отбасыларға таратылады. Бәрінің есебі беріледі. Енді былтырда елімізде осындай карантиндік жағдайлар болды, сондықтан осы сайт арқылы да былтырда осылай құрбандық салынды. Шалынды. 2020 сайт іске қосылды тұңғыш рет елімізде. Ол онлайн деген нәрсе бұрын болған жоқ қой, енді пандемия болмағанға дейін. Былтыр бірінші рет, енді былтырдан алған тәжірибеміз бар, Аллаға шүкір. Оған қазір халықтың көзқарасы қалай? Халықтың көзқарасы енді кейбір адамдар тарапынан болмаса, негізі көпшілік қолдап жатыр. Енді кейбір адамдар негізі бұрынғыша өзіміз дәстүрлі жолды қолда аңсайды ғой енді. Бәріміз де оған қарсы емеспіз. Бірақ онлайнда да бір топ адамдар, оны көптеген адам тарапынан оң пікір айтылып жатыр. Ол дұрыс екен, жақсы екен. Расында біздің уақытымыз жоқ еді. Осы үшін бір адамдар қиналып жатады. Ақша қаражаты бар,
бірақ оған жүруге уақыты жоқ. Міне солар үшін өте тиімді бұл. Бәрекелді, өте жақсы. Тағы бір сауалдарымыздың бірі көрермендерден келген екен. Көрермендерден келген сауалдарымыздың бірі. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бүгінгі бағдарламаның қонағына қояр сұрағым, құрбандық шалудың үкімдері қандай және құрбандық шалу қай уақытта басталады? Құрбан шалудың өзінің уақыты бар ғой. Мысалы, жаңағы іс-сапарға кеткен адам сол іс-сапардан келіп те шалсам болмай ма десе, ол болмайды. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар шариғатта. Намаздың да өзінің уақыты бар, кіретін уақыты. Мәселен, ораза ұстасаңыз, оразаның да өзінің уақыты бар. Қай уақытта ауыз бекітесіз, қай уақытта ауыз ашасыз деген сияқты. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар шариғатымыз бойынша. Мәселен, қажылыққа да ертеде ата-бабаларымыз қажылыққа жасауға барады екен. Ертеден қазіргідей ұшақ жоқ. Сонда арып ашып, алдарына малын салып барады екен, ұзақ жүріп, керуендетіп, жиналып, топтасып. Сонда барса, қажылықтың уақыты өтіп кеткен болады екен. Содан ата-бабаларымыз не істейді енді? Қайтадан кету қиын, соның Меккенің басы тағы 1 жыл қалып қояды екен. Келесі жылғы қажылықтың уақыты келген уақытта барып, соның рәсімін жасап, сосын барып елге қайтады екен. Ондай да жағдай болған екен тарихта. Сол себептен ислам шариғаты әр нәрсенің уақыты бар деген сияқты. Құрбан айтында, құрбандықтың шалынатын өзінің уақыты бар. Құрбан айт Алла бұйырса 20 шілде күні құрбан айтымыз кірсе, таңғы сағат 7-де айт намазы оқимыз. Айт намазы оқылып болғаннан кейін құрбандықты шалып бастауға рұқсат. 3 күн бойы шалынады. 3 күн бойы. Сол 20-сы күні шалынып бастайды, және 21-і күні, және 22-сі күні 3 күн бойы құрбан айт, құрбандық шалынып бастайды. Рұқсат. Осы тұрғыда әзірленген бейне сюжетке назар аударайық. Одан соң бағдарламамызда жалғастыратын боламыз. Шариғат заңы бойынша 19 шілде Арафа күні, сауабы мол ол күні мүмкіндігі болған мұсылмандар ораза ұстаған абзал көрінеді. Ал содан кейінгі 3 күн құрбан айт мейрамы. Бұл күні мал жанының амандығы үшін көпшілік құрбан шалады. Әрине, әркім көрпесіне қарай көсілері хақ. Нисап мөлшерінде, яғни 85 грамм алтынға татитын ауқаты бар кез келген мұсылман баласы құрбан айт шалуға міндетті. Дегенмен Хадж сүресінің 37 аятында құрбанның еті де, қаны да Аллаға жетпейді. Жететіні тек сіздердің тақуалықтарыңыз ғана делінген екен. Жылда жіліктеп бөліп тарататын сауабы мол күндердің ізі биыл басқа көшке тізбектелмек. Ниеттеніп отырғандар құрбандық шалу қызметін онлайн пайдаланады. Ол үшін Атырауда құрбан 2021 KZ сайты іске қосылды. Ол жерге кірген кезде құрбан 2021-ге қажет малды таңдайсыз. Яғни негізі қажет мал деген кезде құрбандыққа шалынатын өз белгілі малдар бар. Қой, ешкі және сиыр, түйе. Қой, ешкі 1 адамға арналатын болса, ал сиыр 7 адамға, түйе де 7 адамға арналып шалынады. Жалпы біз сол сайттың ішінде былтырғы жыл мен биылғы жылды салыстырмалы түрде қарай отырып, қорытынды шығара келе, біз ешкіні шариғи тұрғыдан алынбағанмен де сайттан алып тастап отырмыз онлайн режимде. Себебі былтыр ешкінің құнын төлегендерге ешкі тауып беру Атырауда өте қиындыққа соқты. Соның себебінен біздер ешкінің орнына одан да қымбат тұратын қойларды құрбандыққа шалған болатынбыз. Міне биылда да ондай бір қиындықты туындамау үшін біз онлайннан ешкі малын алып тастадық. Яғни кімде-кім ешкіні тауып алып жатса, немесе жаңа ауыл жерде, ауданды жерде тұратын болса, ондай мүмкіншіліктерге қол жетіп жатса, ол ешкіні өздері ақ сатып алып, ауласында, үйінің жанында соя беруіне болады. Онлайн құрбандық кезінде малдың еті толықтай мұқтаж отбасыларға үлестіріледі. Негізгі айта кететін нәрсе, бүгінге дейін қалыптасқан құрбан айттарда құрбанның еті 3-ке бөлініп келген еді. Мәселен, бір бөлігін өзі алса, бір бөлігін кедей кепшіктерге, бір бөлігі көрші қолаңға берілетін. Биыл мал сойылатын мал базарларда қатаң санитарлық талапқа сай қызмет етеді. Олардың жұмысын қадағалайтын арнайы штаб та құрылған. Өйткені құрбандығыңыз дұрыс болуы үшін оның қалай сойылғаны да маңызды. Қасапшыға қойылатын талаптар: қасапшы мұсылман болу керек, кәмелетке толған, психикалық және физикалық сау болуы, мал союды жақсы меңгерген,
болуы, санитарлық талаптар сақтауы, малды бауыздау алдында бисмиллахи Аллаху акбар деген сөзді айтуы керек. Құрбан шалуға өкілдік берілмей, малды бауыздамау керек. Пышақты малдың алдында қайрамау, сойылатын жерге малды қинамай алып бару керек. Малды қыбылаға қаратып, сол жағымен жатқызуы, екі алдыңғы аяғымен бір артқы аяғын қоса байлауы. Пышақты тартып, бірден өңеш, кеңірдек және екі күре тамырын кесуі, малды өтпес пышақпен бауыздамау керек. Бір малдың көзінше басқа бір малды бауыздамауы, малдың қаны толық аққанын және жаны шыққанын күтуі қажет. Жаны шықпастан бұрын терісін сыпырып алмауы, сойылған малдың терісі мен ішек қарынын аяқ асты етпей барынша қолдану шарт. Ал айт намазын санитарлық талаптарды сақтап, мешіттер ауласында оқуға рұқсат берілді. Жергілікті уақытпен таңғы 7:00-ден басталады. Намаз ұзақтығы 10 минутқа созылады. Құрбандық айт намазынан кейін шалынады. Енді осы құрбандық деп айтып жатырмыз ғой, жалпы құрбан айт мейрамының өзінің тарихы бар. Құрбан шалынады осы мейрамда. Сонымен бірге мынау шариғатымызда да ақиқа құрбан және нәзір құрбан деген құрбан шалудың түрлері бар екен. Осының түсіндіріп өтсеңіз. Шариғатымызда ақиқа құрбандығы деген құрбандық бар. Ол құрбандық ақиқа деген сөз, мына түйін деген сөз. Оның ажыратып айтқаныңызда Алла Тағала әрбір шаңыраққа перзент береді, ұл береді, қыз береді. Міне сол шаңырақ Аллаға шүкіршілік етіп, ұл берсе екі қойды, қыз берсе бір қойды құрбандыққа шалуын соны ақиқа құрбандығы дейді. Әрбір бала туылған уақытта сол бір өзінің бір кетергі сияқты нәрселер тұрады. Міне сол құрбандықтың қаныменен сол түйіндері шешіліп, әлгі баланың болашағына шайтанның азғыруынан, бүкіл жаманшылықтан, уәсуастан, кесір-кесепат, соның барлығынан әлгі баланың жолы ашылады екен. Әрі бұл Құдайға перзент бергендігі үшін сіздің шүкіршілігіңіз болады. Енді мынау шариғат бойынша баланы, дүние келген баланы мәухиб деп айтады екен. Мәухиб деген сөз Алланың сыйы деген сөз екен. Расында енді ойлап қарасаңыз, қаншама қазір уақытта біз мешітте имам болып отырғаннан кейін көптеген адамдар келіп перзент сүйе алмай жүреді, дұға қылыңыз деп өтініш жасап келетіндер өте көп қазіргі уақытта. Жастар арасында белсіздіктер көп, оны қоғамда көріп біліп жүрсіз. Сол себептен міне бір шаңыраққа бала келсе, ол бала сол шаңыраққа Алланың берген сыйы, сөзсіз сыйы. Бұл сыйға сол шаңырақ Аллаға ешқандай ойланбастан шүкіршілік етіп, ақиқа құрбандығын шалу керек. Міне ақиқа құрбандығы деген мағынасы сол. Нәзір құрбандық деген бар. Ол нәзір құрбандық деген мағынасы нәзір атау деген мағына білдіреді. Мысалға, бір адам бір қатты сырқаттанып қалуы мүмкін. Сол кезде, я Раббым Алла, осы аман есен осы науқастықтан айықсам, сенің жолыңа бір мал құрбандық шалам дейді. Бұл құрбандықтың аты нәзір құрбандық дейді. Енді сіз Алла жолына атадыңыз. Аман есен жазылғаннан кейін, бұл жазылды, мен не қыламын, жаңа өткендегі айтқан деп ұмытып кетуге болмайды енді. Сіз Құдай алдына сіз оны серт бердіңіз, нәзір еттіңіз. Нәзір еттім деген сөз атадыңыз. Құдай алдында уәдеңізді бердіңіз былайша айтқан уақытта. Я Раббым Алла, аман есен айықсам, осы бір мал жан садақам сенің жолыңа құрбан деп. Аман есен айыққаннан кейін соны міндетті түрде мұсылман адам сөзінде тұрып, Алла алдында берген сертінде, уәдесінде тұрып, нәзірін орындау керек. Соны нәзір құрбандық деп айтады. Түсінікті, өте жақсы. Жалпы енді осы қасиетті құрбан айт мерекесі қазіргі таңда бүкіл мұсылман елдерінде өте кеңінен аталып өтеді. Елімізде де тойланады. Осы мерекенің құрметіне орай бір күндік демалыс беріледі мемлекеттік мекемелерде. Жалпы енді осы мерекенің осындай бір үлкен көлемде, кең көлемде аталуының өзі осы маңыздылығын көрсетіп тұрған сияқты. Жалпы енді осы мерекені тойлауда қандай да бір артықшылықтар немесе тағы да басқа бір алып қосар мереке тойлау кезінде маңызды іс-шаралар болуы керек пе? Қалай ойлайсыз? Енді біріншіден бұл мерекені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам біздерге өсиет қылған мереке. Алланың өзі бекіткен. Мұхаммед пайғамбарымыз Мәкке қаласынан Мәдина қаласына көшіп келгенде, енді пайғамбарымыздың
60 жыл өмір сүрсе, соның 50 жылы Мекке қаласында өткенде, тек қана соңғы 53 жастан 60 жас арасындағы ғұмыры, 10 жылдық ғұмыры Мәдина қаласында өткен. Сол көшіп келіп, сол жерде Мәдина қаласында ислам мемлекетінің іргетасын қалаған ғой. Сонда көшіп келген кезде сол елдің өзіндік бір тойлайтын бір мереке күндері бар екен. Сонда пайғамбар саллаллаху айтқан екен, халықты жинап алып, ал Алла Тағала біздерге сендердің осы күнге дейін тойлап жүрген мына мерекелеріңнен де абзал болған, ұлы болған, сондай бір ұлы мерекені біздерге нәсіп етті. Ол ораза айт және құрбан айт деп айтқан екен. Демек, ол ораза айт пен құрбан айт Алла тарапынан бекітілген мұсылмандар үшін ұлық мереке, өте шүкіршілік ететін, Аллаға осындай бір мінәжат қылатын, ғибадат жасайтын, сондай бір жарқын көңілмен еске алатын бұл мереке. Енді бұл мерекеде қазір уақытта енді сіз білесіз, бір жақсы бір тәуір өзіңіздің бір жақындарыңыздың тойы болса, соған бір жаңа киім алып атады. Байқасаңыз, қоғамда сондай үрдіс бар. Бір жаңа жыл келіп жатса, киім алып жатады. Пәленшенің тойы ғой деп жақын жуының тойына киім алып атады. Мерекелік даталарда. Ал айт күндері, мысалы, араб елдерінде сондай дәстүр қалыптасқан, мысалға, айт күндері, бұл айт қой, бұл мерекеміз ғой деп, мұсылман елдерінде сол айтқа деп әдейі киім алып жатады. Ол сүннет. Айт күнге әдейі бір таза киім алу, жаңа киім алу, бір көйлек алып кию деген сияқты, жаңа бір киім алып кию, ол сол мерекеге деген сіздің құрметіңіз. Сонда бұл сіз мерекенің одан сайын мерекелеуіне, қоғамда кеңінен насихат болуына үлес қосасыз. Шынайы сезіну керек дейсіз. Сезіну керек бұны. Және отбасыңызға да бір сыйлық әкеліп беріңіз, отбасыңызды, балдарыңызды киіндіріңіз, мүмкіндігіңіз болып жатса, түгел отбасыңызбен киініңіз, бір жаңа киіммен. Мерекелік бір дастархан жайып беріңіз бала шағаңызға. Құрбан айт бүгін тойып жеңдер деген сияқты, құрбан айтты мал сойып, соның етін асып беріп, сондай бір арқа жарқа болып, жақсы көңіл күймен Алланың сондай бір шүкіршілік етіп, осы құрбан айтты өткізуіміз керек. Бұның ерекшелігі осында. Өте жақсы, керемет. Тағы бір сауалдарымыздың бірі көрермендерден келген екен. Көрермендерден келген сауалдарымыздың бірі. Кезек берейік. Қайырлы күн. Менің бүгінгі бағдарлама қонағына қоятын сұрағым, шектік мәселесі туралы не айтар едіңіз? Енді шектік садақа дейтін садақа бар. Жалпы енді қайтқан кісілердің үйі 3 жыл қатарынан береді ғой. Жылы өткеннен кейін осы құрбан айттың алдында, құрбан айттың алдында деген сөз осы Зұлхижжайымыз ғой. Зұлхижжай қазіргі. Бұл Зұлхижжайның қадір қасиет жөнінде айттық. Алланың алдында өте сүйкімді күндер бұлар, өте қасиетті күндер. Бұл айда жасалған әрбір амалға ешқандай амал тең келмейді. Сол себептен бұның өзінің ерекшелігі бар. Сол енді қайтқан кісілердің отбасылары сол өлімге шектеу болсын, өлімге бір тосқауыл болсын деген ниетпен бір малдарын құрбан етіп, сол марқұмның отбасылары жиналып бір дұға оқып, сондай бір садақалар береді, шектік садақасын. Енді осы кезде бір нәрсені ұмытпау керек. Шамасы жететін адам екеуін де беріп жатса, шектік садақасын беріп жатса, және құрбандығында шалып жатса, онда құба құп. Ал тек қана шектік садақасын беріп, құрбан айтты ешқандай шалмай қойса, ол дұрыс емес енді. Себебі құрбан айттағы мал шалыну ол өте маңызды. Яғни екі мал шалыну керек дейсіз. Екі мал шалса ол құба құп болады. Ал енді шамасы келмей, мәселен тек қана құрбан айттың өзінде бір мал ғана шалатын болса, сол құрбан айтта сол марқұм болған әкесіне, анасына дұға қылып жүрсе, ол да қабыл болады. Марқұмдарға да айт күні дұға қылуға болмайды деген нәрсе жоқ. Сол құрбандығын шалып болғаннан кейін, соны қайтқан кісінің атынан да құрбандық шалынады шариғатымыз бойынша. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Хазіреті Али радиаллаху анхуге өсиет қылған хадисі бар. Ей Али, мен дүниеден өткен соң өзің үшін де құрбан шал. Шаман келіп жатса, мен үшін де бір мал құрбан шалып тұр деген. Құрбандықтың сауабы өте үлкен. Сұраған ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар: "Я Расулалла, құрбандық үшін бізге қандай сауап беріледі?" деп. Сонда пайғамбар саллаллаху айтқан: "Әлгі қошқардың, әлгі қойдың әрбір қылының барлығы сендер үшін сауап болады." Ал жайшылықта сойылған малдардан ондай сауап болмайды. Ал құрбан айтта міндетті түрде шамасы жететін адам бұдан қапа қалмау керек. Яғни дүниеде өткен адамның атынан да құрбан шалу болады дейсіз. Рұқсат, шариғатымызда. Бәрекелді. Жалпы енді бұл құрбан айт мерекесі сонау жаңа өзіңіз айтып өткенде ислам тарихынан бері бастап өте маңызды және қасиетті мейрамдардың бірі.
Жалпы осы мереке қарсаңында кезінде кеңестік кезеңде де бабаларымыз өзінің құрбан шалып, жаңағыдай намазын оқып деген сияқты рәсімдерін тастамаған деп естіп жатамыз. Жалпы бұның өзі де осы мерекенің бір қандай қиын-қыстау кезеңдері болса да халықтың санасына, жүрегіне сіңген қасиетті мейрам болып қалыптасқанын көруге болады ғой. Дұрыс айтасыз. Енді кеңес үкіметінен басымызға бермей ақ қойсын, тіпті өзінің қорасындағы малын шалуға қатты қиналды сол кезде. Бәрін үкімет ұжымдастырып, не қылып, өзінің қорасында тұрған малды шалса, міне сол кезде айыппұл салып, қудалап, сондай қиын дәуірлер болды. Сол кезде қашан өзіміздің малымызды еркін шалады екенбіз деп халқымыз аңсады ғой, ата-бабаларымыз. Міне сол аңсаған арманы біздерге иншалла тап болып, Аллаға шүкір, міне мүмкіндігіміз бар. Сондай бір кеңшілікте, бейбітшілікте, жақсылықта өмір сүріп жатырмыз. Алла Тағала ұзағынан қылсын, еліміздің тәуелсіздігі баянды болсын. Осы құрбан айтта шалған құрбан қабыл болсын. Әмин. Көп рахмет. Енді осы санаулы күндерден соң қасиетті құрбан айт басталады. Жаңа осы құрбан айттың тарихынан бастап орындалу, оның маңыздылығы жөнінде де бір шама ақпараттар беріп өттіңіз. Алла разы болсын. Енді біздің осы көрермендерге осы құрбан айт мейрамы қарсаңында қандай да бір айтар тілегіңіз, ой пікіріңіз немесе кеңесіңіз болса. Енді Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімнің Хаж сүресінің 37-ші аятында айтады: Аллаға сендердің еттерің де және оның қаны да жетіп бармайды дейді. Аллаға жетіп баратын ол сендердің шынайы ықылас, ниет, тақуалықтарың дейді. Сол үшін құрбан айт кезінде қойым не болды, етім не болды деп дауламастан ең біріншісі Құдай жолына арнаған ниетіміз, осының қабыл болуын біз Алладан сұрауымыз керек. Аллаға жететін бізден тек қана тақуалық. Сол шалып жатқан кезде сіз малды бисмилла Аллаху акбар деп бауыздайын деп жатқан кезде сіздің ниетіңіз Алланың құзырына көтеріліп, сол кезде сол ниетіңіз қабыл болады екен. Сол шалған ниетіміз шынайы болсын, тақуалықпен болсын, Алла разылық үшін деген сондай бір шынайы ықылас табылса екен жүрегімізде. Сонда бүкіл елімізде, жерімізде қашан адамның басына қиындық келеді дегенде, жүректегі ықыластың жоқтығын кезінде адам басына қиындық түседі деген екен. Сол кезде бүкіл қиындықтың бәрі кетер деді иншалла. Алайым да солай болсын иншалла. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Бүгін енді осының қасиетті мейрамның тарихы жөнінде малумат беріп, ақпарат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алла Тағала осы дін жолында сіздер жатқан істеріңізді берекелі қылсын деп білдіргіміз келеді. Қымбатты телекөрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымызда аяқталды. Бүгін біз қасиетті құрбан айт мейрамының төңірегінде ой өрбіттік, пікір алмастық. Естеріңізге сала кетейін, санаулы күндерден соң, яғни шілде айының 20-сынан бастап қасиетті құрбан айт мерекесі басталатын болады. Бұл мейрам мұсылман қауымы үшін өте айрықша мейрамдардың бірі. Құрбан шалынады. Бұл мейрамда мұсылман баласы өзіндік рәсімдерін орындайды. Келе жатқан құрбан айт мейрамы құтты болсын. Алла Тағала шалған құрбандықтарыңызды қабыл етсін деп тілек білдіреміз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.